Сәлеметсіздер ме, достар? Мен бүгін мындай спица алғам, соны көрсетейін деп едім сіздерге. Чулочные спицы для вязания гибкие. Комплекте ішінде 3 штук. Көрсеңіздер, мына ортасында сымдай проволока сымы бар. Мындай сым өстіп бүгіледі. Мен 4-ші размер алдым. Нәски тоқығанға, қолғап тоқығанға келеді. Манжет, мысалы, кардиганның, кофталардың манжеттерін әдемі оформлеткенге жақсы, самый такой идеальный вариант десем болады. Негізі нәскимен тоқымайтынмын. Нәски тоқыған ұнатпаймын, себебі 4 бізбен тоқыған ұнамайды. Жаңағы лишний манипуляция, мына сымдардың бір-біріне тиіп тұрған звуктары, бір сымды шығарып, екінші спицаны кіргізу деген маған прям шынымды айтсам, әрең дегенде тоқитынмын. И то прям жақындарым сұраған кезде ғана тоқитынмын. А так заказға вообще алмауға тырысатынмын. Қолғапты тоқыған кезде де қатты прям өзімді прям заставлять етіп деген сияқты қолғап тоқитынмын. Қолғапты мен 4 спицамен тоқитынмын, жаңағы чулочный спицамен. И жаңағы Magic Loops деген әдіс бар ғой, сонымен тоқитынмын. И осы спицаны көрген кезде мен сразу алайын деп шештім. Өкінбеймін алғаныма. Шынымен де, расында да тоқу барысын жеңілдетеді, тездетеді. Ешқандай лишний жаңағы артық манипуляция керек еткізбейді. Тек қана осы, как обычно тоққан сияқты тоқи бересіз, тек қана мына орын ауысып отырады. Болды, ешқандай не керек емес.